Ұлы жеңіс оңайлықпен келген жоқ. Майдангерлердің иығына аса ауыр жүк түсіп, отан үшін, ел үшін от болып жанды, оқ болып атылды. Қаншама боздақтар ұрыс даласынан қайтпай қалды. Арын байрақтай жоғары ұстап, намысын найзадай қорған еткен ерлердің қаһармандығы аңызға айналды. Адалдықпен еліне деген жанқиярлықтың үлгісін көрсеткен қаһармандардың рухы алдында бас иіп тағзым етеміз. Жеңіс, жеңіс, жеңді ерлер өлімді. Жеңіс үшін қаншама қан төгілді. Қаншама үйдің шамшырағы ер төшіп, қаншама ердің қабырғасы сөгілді. Жеңіс дейміз, жалауымыз желбіреп, көктем күні нұрын төксе елжіреп. Тап осындай бейбіт күнге жеткізген әкелер мен ағалар ғой ер жүрек. Жеңістің 80 жылдығына орай зерттеулер тың қарқынмен жалғасады деп сенемін. Сұрапыл соғыс кезіндегі аға буынның өшпес ерлігі мен ерен еңбегін ұрпақ жадында жаңғырту өте маңызды. Мемлекет бұл бағыттағы жұмысты жалғастыра береді. Биылғы ұлы жеңістің 80 жылдық мерейлі мерекесі қарсаңында халқы батыр деп таныған қаһарман ұлдарының бірі даңқты жерлесіміз 2 мәрте Қызыл жұлдыз орденінің иегері, мемлекеттік қауіпсіздік органдарының ардагері, подполковник Кенжебай Мәденовтің туғанына 100 жыл толып отыр. 1941-1943 жылдары Мәденнің есейген 4 ұлының 3-еуі соғысқа аттанып, 2-еуінен қара қағаз келеді. Ағаларының майдан даласында мерт болғанын естіп, кенже ұлдың кеудесін кеккернейді, өзегін өкініш өртейді. Қайтсем де қан майданға барамын деп өз-өзіне серт береді. Алған бетінен қайтпаған балаң жігіт Кенжебай Мәденов 1943 жылдың 8 қаңтарында Қызыл армия қатарына алынып, алдымен кіші командир даярлайтын курсқа аттанады. Арнайы курста 1 жылға жетер-жетпес оқыған жас курсант 1943 жылдың қараша айында соғысқа кіріседі. Майдан даласы астан кестең, қанды қырғын, оқ пен от, қан құйлы сұрапыл. Алайда соғыс снарядтарының гүрсілі оның сағын сындыра алмады. Керісінше, жігерін қайрат, әбден пісірді. 3-ші Украина майданының 57-ші атқыштар дивизиясы, 170-ші гвардиялық атқыштар полкінде станковтық пулемет бөлімшесінің командирі болады. Кенжебай Мәденов Украинаның оң жағалауын, Яссы-Кишинев операциясында Молдовия аумағын, Польшаның астанасы Варшаваны, Вислаудер операциясы бойынша Германияны жаудан азат етудегі шабуылдарға қатысқан. Берлин бағытындағы 18-ші полкке Кенжебай қарбалас шақта келді. Оқыпты таптаза, жап-жас, погонның әлі өңі сынбаған балаң офицерге елең еткен ешкім болмады. Бұл кезде 4-5 ай жедел оқып, офицер погонын тағып келіп жатқан, дәрі иісі мұрнына да бармаған жастар аз еместі. Солардың бірі ғой деп ойлайды. Бірақ ол жастығына қарамай, Днепропетровск түбінде ұрысқа кіріп, бір рет жараланып даңқты 5-ші армияның құрамында Румынияны азат етіп, Польша ормандарындағы қиян-кескі ұрыстарды атқарып, Варшаваны алуға қатысып, 1944 жылдың бастапқы күзіндегі дүбірлі шабуылдың бейнетті жолдарын кешіп келіп отыр еді. Оның документтермен танысқан штаб бастығы Кенжебайды 2-ші батальонға жіберді. Ол взводты қабылдап алды. Жаңа жыл өтісімен көп ұзамай, ұлы шабуыл басталып та кетті. Бұл әскери тілде Берлин бағытындағы шабуыл атанды. Сол ауыр күндерде Кенжебай рота командирінің орынбасары болып тағайындалды. Сөйтіп соғыстың соңғы нүктесі қойылғанша кеңес әскеріне адал қызмет етті. Ол 2 мәрте Қызыл жұлдыз, 1-ші дәрежелі отан соғысы орденімен, бірнеше медальдармен марапатталып, жоғарғы қолбасшыдан 8 рет алғыс алды.
Кенжебай Мәденов аса жауапты тапсырманы алып, ратушаға бірінші болып басып кіргенде бар болғаны 20 жаста еді. Жас командирдің осындай қайталанбас ерлігі туралы көзбен көргендер сөзбен өріп таспалады. Мәскеудегі воениздаттан шыққан Штурм Берлина, Берлиндегі неміс әскери баспасынан шыққан Клаус Похе мен Ганс Оливаның «Когда кончалась ночь», маршал Жуковтың «Воспоминания и размышления», Мержановтың «Так это было», әскери кеңес мүшесі генерал-лейтенант Боковтың «Весна победы», жазушы Ғабдолслановтың «Тайсойған түлектері», Жүсіп Хисымның «Жайықтар» кітаптарында және Қазақстан ұлттық энциклопедиясында ерлікті мақтан етіп, елдікті дәріптейтін естеліктер келтірілген. Батырдың ұрпақтары ұлы жеңістің 80 жылдығына және Кенжебай Мәденовтің 100 жылдығына арнап, ратушаға ту тіккен қазақ батыры атты кітаптың толықтырылған жаңа басылымын назарларыңызға ұсынады. Кенжебай Мәденов қайталанбас ерлігі мен өнегелі өмір арқылы ұлт мақтанышына айналды. Батыр ұлдың ерлігін мәңгілік есте қалдыру мақсатында Атырау қаласының бір көшесіне Кенжебай Мәденов есімі берілді. 2001 жылы ел тәуелсіздігінің 10 жылдығына орай Ұлттық қауіпсіздік комитеті Атырау облыстық департаментінің ғимаратына Кенжебай Мәденовтың құрметіне мемориалдық тақта орнатылды. Фашистік Германияның капитуляциясынан кейін солтүстік Кавказдық әскери округте рота командирінің орынбасары лауазымында қызмет атқарды. 1950 жылдан өмірінің соңына дейін Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік қауіпсіздік органдарында жұмыс жасады. 1961 жылы Алматы қаласындағы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің заң факультетін бітірді. 1965-1968 жылдары Ембі ауданының мемлекеттік қауіпсіздік басқармасының аудандық бөлімшесін басқарды. 30 жылдан астам уақыт табан аудармастан мемлекеттік қауіпсіздік органдарында қызмет жасады. Ол күнде Кенжебай мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің аудандық бөлімшесін басқарады. Мен комсомол жұмысын басқарам. Жұмыстарымыз, қызметіміз былай өзінің бір-біріне сай келмесе де, адам ретінде, азамат ретінде біз жиі араласып тұрдық. Екі батыры қазақтың бірі болса, біреуі осы Кенжекең. Тегінен тегін емес қой. Ондай адамдар сиректеу болады. Матросов біреу ғой. Сұлтан Баймағамбетов біреу ғой. Мысалы, Гастелло біреу. Ал Рейхстагтың төмен жағында ратушаға ту тіккен қазақта біреу. Ол Кенжекең. 1974 жылы 50 жасқа қараған шағында өмірден озды. Өмірден кетсе де, көңілден кетпестей қайсарлық пен қаһармандықтың үлгісін көрсеткен Кенжебай Мәденов өмірлік жары Валиева Ғазиза анамызбен 4 ұл, 3 қыз тәрбиеледі. Қазір ұрпақтары мен немере жиен шөберлері Атырау, Орал, Астрахан қалаларында тұрады. Әр түрлі салада еңбек етеді. Жоғары кәсіби біліктілігімен шетел асып, өзге ұлтқа өз шеберлігін мойындатып жүрген ұрпақтар тәуелсіз еліміздің мақтанышы. Бұндай ерекшелікте атасының қанына тартқан тектіліктің белгісі десек артық айтқандық болмас. Өнегелі өмірі мен даңқты ерлігі бар атадан туған ұрпақтары адалдық пен шыншылдықтың, қайсарлық пен табандылықтың, ерлік пен өнегеліктің символы Кенжебай Мәденовті жадыларында ұстап, батыр атамыз деп мақтаныш тұтады. Ерліктің ең үлкен ізгілігін отанға деген сүйіспеншілік туғызады. Туған елін сүйген, ерлерін құрметтеуден қазақ ешқашан жаңылған емес. Есімі ел жүрегінде сақталған ер ешқашан ұмытылмайды. Кенжебай Мәденов те сондай сардарлар қатарында елімен бірге мәңгі жасай береді.